Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы, адамгершілік асыл қасиет. Сабақ тақырыбы Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повестінен үзінді. Бақаның әлегі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бағалау критерийлері шығарманың мазмұнын түсінеді. Көтерілген мәселені негізге ала отырып, идеясы мен тақырыбын ашады. Өзіндік тұжырым жасайды. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын ой шақыру әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Менің атым Қожа хикаятындағы кейіпкерлер кімдер? Не себепті сіз Қожаны тентек бала деп ойлайсыз? Осы оқиға кезінде Қожаның орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Сыныптан Сұлтан, Жантас сияқты балаларды көресің бе? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ендеше бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» хикаятынан үзінді «Бақаның әлегі». Балалар, сабағымызды айқындап болсақ, бүгінгі сабағымызға назар аударайық. Кіріспе бөлімі. Неліктен сұрағына концептуалдық кесте арқылы мәтін мазмұнын түсіну. Дескриптор. Кейіпкерлердің іс-әрекетін біледі. Үзіндінің тақырыбы мен идеясын анықтайды. Зоология пәнінің мұғалімі Оспанов неліктен келесі сабаққа бақа ұстап әкелуін өтінді. 2 күн бойына Майханова апай неліктен сабаққа келмеді? Неліктен Қожаның жүрегі лүп-лүп етіп, алқымына тығылды? Анасы Қожаға неліктен ашуланды? Мұғалімнің оқушыларға зоология сабағында бақаны зерттеу үшін алдыртты. Майханова сөмкесінен шыққан бақадан қатты шошынды. Қожаның тәртіпсіздігі жанына батты. Жасаған қателігін түсініп, өзін түзетуге ант берді. Мәтін мазмұнын түсініп алсақ, енді шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтап алайық. Тақырып дегеніміз, балалар, жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Ал идея жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы. Сол өмір құбылысына берген бағасы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзін түзетуге бет бұрған бала. Ал идеясы өзінің жасаған іс-әрекетіне өкінген Қожа. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтап алсақ, тапсырма орындауға көшейік. Балалар, бірінші тапсырма теріп алу стратегиясы бойынша Қожаның жағымды және жағымсыз жақтарын ажыратамыз. Дескрипторы. Қожаның жағымды және жағымсыз жақтарын ажыратады. Сөздер. Бас кейіпкер. Мәдениетті, мейірімді, қырсық, көңілді, ақылды, түбінде адам болатын бала. Аңқау, тәртіпсіз, өтірікші, сотқар. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Қожаның жағымды жақтары: бас кейіпкер, мәдениетті, мейірімді,
көңілді, ақылды, түбінде адам болатын бала, қарапайым. Қожаның жағымсыз жақтары: қырсық, аңқау, тәртіпсіз, өтірікші, сотқар. Бұл тапсырманы орындап болсаңдар, келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма: түсіндірме күнделігі әдісі. Төмендегі сұрақтарды талқылап, кестені толтырады. Дескриптор: үзінді туралы өз ойын жазады, тақырып бойынша қорытынды жасайды. Үзіндідегі басты мәселе: оқиғаның соңы қожаға қалай әсер етті? Қалай ойлайсыздар, қожа бұзық бала ма, әлде ақылды ма? Сөздеріңізге дәлел келтіріңіздер. Автор бұл үзінді арқылы нені түсіндіргісі келді? Тақырыбы мен идеясы не деп ойлайсыздар? Қожаның орнында болсаңыздар, оқиғадан қандай қорытынды шығарар едіңіздер? Ықтимал жауап: үзіндідегі басты мәселе қожаның аңғалдығы, оның бар ойы сыныптастарына күлкі сыйлау болды. Оқиғаның соңы қожаға қалай әсер етті? Қожа өзінің жіберген қателігін түсінді. Қалай ойлайсыздар, қожа бұзық бала ма, әлде ақылды ма? Сөздеріңізге дәлел келтіріңіздер. Қожа негізінен ақылды бала. Кейде ойланбай жасаған әрекетінен бұзық болып көрінеді. Автор бұл үзінді арқылы нені түсіндіргісі келді? Тақырыбы мен идеясы не деп ойлайсыздар? Өзін түзетуге бет бұрған бала. Идеясы: өзінің жасаған іс-әрекетіне өкінген қожа. Қожаның орнында болсаңыздар, оқиғадан қандай қорытынды шығарар едіңіздер? Біз бұның жауабын бір ауыз мақалмен қорытындылар едік. Үлкенге құрмет, кішіге ізет етер едім. Бүгінгі сабақта шығарманың мазмұнын түсіндіңіздер. Шығарманың идеясы мен тақырыбын анықтадыңыздар. Тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап бердіңіздер. Қосымша тапсырма: егер мен қожа болсам, егер қожа болсаңыз, осы үзіндіде қай әрекетіңізді өзгертер едіңіз? Неге? Осы сұрақтарға өз ойларыңызбен жауап жазыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.